Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu алейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Бүгінгі тақырыбымыз тарауих намаз жайында болмақ. Тарауих намазы қасиетті Рамазан айында оқылатын намаз айтамыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам өзінің мүбәрак хадисінде Алла тағала сендерге қасиетті Рамазан айында ауыз бекітуді, оразаны парыз етсе, мен сендерге Рамазан айында тарауих намазын оқуды сүннет еттім делінеді. Сондықтан ер және әйел кісіге тарауих намазын оқу сүннет муаккада, яғни бекітілген сүннет амалына жатады. Тарауих намазының үкіміне келер болсақ, Ибн Аббас радиаллаху анхудың риуаятына қарағанда, Алла Расулі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Рамазан айында 20 ракағат тарауих намазын оққандығы айтылады. Ал енді Әс-Сайиб ибн Язид радиаллаху анхудың риуаятына қарағанда, екінші халифа Хазіреті Омардың дәуірінде Рамазан айында 20 ракағат тарауих намазы оқытылу бекітілді деп айтылады. Тарауих намазын 2 ракағат, яки болмаса 4 ракағат етіп оқыса болады. Тарауих намазы құптан намазынан кейін, үтір уәжіп намазынан алдын оқылады. Сондықтан да егер имам тарауих намазын оқып жатса, кешіп келген мұсылман кісі әуелі құптан намазының 4 ракат парызын, одан кейін 2 ракат құптан намазының сүннетін оқып болғаннан соң тарауих намазына қатыса алады. Тарауих намазының 2 немесе 4 ракаттан кейінгі сәлемнен кейін қаласа дұға, қаласа зікір айтып, тіптен қаласа имам уағыз айтса болады. Ал біздің Қазақстанда дәстүрге айналған тарауих намазының сәлемнен кейін тарауих намазының тәсбих дұғасы оқылады. Құрметті мұсылман бауырлар, тарауих намазының сауабы өте көп. Бұл жайында Алла Расулі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам хадисінде «Мән қама Рамадана иманан вахтисабан, ғуфир лаху ма тақаддама мин замби». Садақа Расулуллах. Кім Рамазан айында шын ықыласымен сауабын Алладан күтіп тарауих намазын оқитын болса, Алла тағала ол пенденің өткендегі күнәларын кешіреді дейді. Олай болса, құрметті мұсылман бауырлар, тарауих намазын оқып Алланың сауабына кенелейік. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті мұсылман бауырлар, бүгінгі тақырыбымыз тахажжуд намазы. Тахажжуд намазы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға міндетті етіп бекітілген. Ал пайғамбарымыздың үмбетіне бұл нәпіл болып табылады. Алла тағала Исра сүресінің 79 аятында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға арнап былай деп бұйырады. Мұхаммед алейхиссалам, түнде оянып, Құран мен өзіңе тән нәпіл намазын оқы, Раббыңның сені мақтаулы бір орынға жеткізуінен үміт етіледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тахажжуд намазы туралы былай деген: парыз намаздардан кейінгі ең абзал намаз тахажжуд намазы. Тағы бір сөзінде: түнде тұрып тахажжуд намазын оқыңдар, өйткені ол бұрынғы салихалы кісілердің әдеті. Тахажжуд намазы жамандықтарды өшіреді және
күнә істерден тияды деген. Тахажжуд намазының уақыты қай кезде кіреді? Бұл түннен 4-тен 3 бөлігі өткенде, сәресі уақыты жақындаған кезде, міне адамның түн ұйқысы тыныш, сондай тәтті ұйқыға кеткен кезінде тахажжуд намазының уақыты міне осы уақыт. Тахажжуд намазы 2 ракаттан 12 ракатқа дейін өзгеріп отырады. Бірақ ең абзалы 2 ракатта сәлем беріп, бөліп оқу, бұл абзал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хазіреті Айша анамыздың риуаят етуі бойынша, қандайда бір шаршаған, ауырған сәттерінің өзінде тахажжуд намазын ешқашан тастамаған, ауырған, шаршаған уақыттарында отырып оқиды екен. Түнгі тахажжуд намазын оқыған соншалықты балтырлары ісіп, табаны жарылып кететін еді дейді. Тахажжуд намазы оқылып болған соң, екі жаққа сәлем беріп болған соң, жалпы мұсылмандардың әдеті ол истиғфар дұғасын оқу. Ал егер бұл дұғаны білмеген адам өз тілінде Алла тағалаға күнәдан арылып, Алла тағаланың кешіруін өтініп, осы дүниемізге, арғы дүниемізге, елігімізге, халқымызға, отбасымызға барлық жақсылықтарды тілей беруіне болады. Алла тағала тахажжуд намаздарыңызды қабыл етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حج وعمرة تامة رواه الترمذي. Бұл хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: кімде-кім таң намазын жамағатпен оқып, намаз оқып болғаннан кейін сол мешітте күн шыққанға дейін, найза бойы көтерілгенге дейін Алла тағаланы зікір етіп отыратын болса, күн шыққаннан кейін екі бас намаз оқитын болса, Алла субхана ва тағала оған толық умрамен, толық қажылықтың сауабындай сауап береді деп айтты. Бұл хадистен шығатын нәрсе, әрбір таң намазына келген адам таң намаз оқып болғаннан кейін қолы бос болса, намаз оқуға мүмкіндігі болса, ишрақ намазын, бұл намазың аты ишрақ деп аталады, себебі күн шыққанда оқылатын намаз болғандығы үшін. Ишрақ намазы бар, және духа намазы бар. Бұлай қарасақ, екеуінің де уақыты бір уақыт секілді. Бірақ кейбір ғұламалар ишрақ намазы мен духа намазын екеуін бір намаз деп айтса, кейбір ғұламалар екеуі екі намаз дейді. Шынында бұл екеуі екі намаз. Себебі духа намазын мешітте оқысаңыз да, үйде оқысаңыз да бола береді. Ал ишрақ намазы бұл мешітте оқылатын намаз. Енді бұның айырмашылығы, ишрақ намазын оқу үшін адам хадисте келгендегідей таң намазын жамағатпен оқып болғаннан кейін мешітте сол намаз оқыған орнында немесе мешіттің ішінен шықпастан сол жерде Аллахты зікір етіп немесе Құран оқу керек дейді. Күн найза бойы көтерілгеннен кейін екі бас намаз оқылады дейді. Міне бұл ишрақ намазы дейді. Бұның сауабы жаңағы айтылғандай хадисте толық умрамен қажылықтың сауабы. Енді духа намаз дегеніміз, духа намазы, егер адам баласы таң намазынан кейін жамағатпен намаз оқып сыртқа шығып кетті, күн шыққанда сағат найза бойы көтерілген уақытта немесе 10-11-лердің уақытында мешітке кіріп қалды, сол кезде оқитын болса, болмасам үйінде болсын оқитын болса, мінекей бұл намаз духа намазы деп аталады. Бұл ишрақ намазының уақыты берекелі уақыт, ол уақытта ерекше болып тұрады. Мына Құран жаттайтындарға айтылатын нәрсе, олар таң намаздан алдын, болмасам таң намазынан кейін Құран оқитын болса, олардың жаттау қабілеті тезірек болады басқа уақыттан. Неге? Бұл уақытта адамның миы тынығып тұрады. Алла субхана ва тағала баршамызға естіген білген нәрсемізге амал қылатын ізгі құлдарынан қылсын. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи раббил аламин. Бисмиллах, альхамдулиллах, уассалату уассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Бүгінгі тақырыбымыз сапарға шығарда немесе
сапардан қайтқанда оқылатын намаз жайында сөз қозғаймыз. Әрбір мұсылман баласы сапарға шығар уақытта немесе сапардан қайтқан кезде 2 рәкат намаз оқуы мәндүп, яғни жақсы көрілген амалдардың қатарына жатады. Енді сапарға шығар уақытта үйде, сапардан қайтқан кезде мешітте оқылуы абзалырақ. Имам Бұхаридің солат бабында келген хадисте Алла Расулі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сапардан қайтқан уақытта міндетті түрде мешітке кіріп, 2 рәкат намаз оқып, біраз отырып, кейін үйіне баратын делінеді. Әрине бұл намаздың өзіндік ерекше сыр хикметі бар. Айталық, мұсылман баласы сапарға шығар уақытта дәретімен 2 рәкат намаз оқып, алақанын жайып, «Уа Алла тағалам, менің баратын жерімді берекелі етіп, аман есен қауыштыра көр» деп дұға ету болса, қайтқан уақытта 2 рәкат намаз оқуы сол аман есен келгеніне бір шүкіршілік намазы, Раббысына шүкіршілігін білдіру ниеті болса керек. Олай болса, құрметті мұсылман бауырлар, пайғамбарымыздың сапарға шығар уақытта, сапардан қайтқан уақытта 2 рәкат намаз оқуды біз де үрдіске айналдырайық. Алла тағала баршамызды өзіне лайықты құл, пайғамбарымызға лайықты үмбет болуды нәсіп етсін. Ва ахру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин. Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгінгі тақырыбымыз сапар намазы жайында болмақ. Сапар намазы қалай сапар болып есептеледі? Ең әуелі бір кісі үйінен шығарда 15 күнге бір жерге барып бір тірлігін бітіріп, қайтадан келемін деп ниет еткен болса, үйінен шыққаннан бастап ол кісі сапарда болып есептеледі. Егер ол кісі 15 күнде бітірем деген ісі бітпей қалып, 20 күнге бір айға тіпті әні бітеді, міне бітеді деп созылып жатқан болса, ол уақыттың баршасында ол кісі сапарда болып есептеледі. Қайтып келгенге дейін. Өйткені ісінің бітпей қалуы өзінің еркінде болмағандығы үшін ол адамның сапарда болып есептеліп кете береді. Ал бір кісі енді бір айға деп, немесе 2 айға, 1 жылға деп жолға шыққан болатын болса, тек қана жетіп алғанға дейін ғана сапарда болады жолда. Сосын қайтып келе жатқанда сапарда болады, ал ол жерге барып орныққаннан кейін сапарда болып есептелмейді. Ол үкімнен шығып, жергілікті сол жердің тұрғыны болып есептеледі, намаздарын толығымен оқиды. Сапар намазының ерекшелігі барлық парыз намаздары 2 рекатқа қысқарады, тек қана шам намазы ғана 3 рекат болып толық оқылады. Ал сүннет намаздары кісінің өз еркіне беріледі. Уақыты болып тұрса, мүмкіндік бар болса оқиды, мүмкіндік жоқ болса парыздарын оқуы жеткілікті болып есептеледі. Сапарда жүрген кісі егер намазын қаза қылып алатын болса, бұл намазды қалай өтейді деген сұраққа келсек. Егер бұл кісі сапарда жүріп қаза болған болса, намазы үйіне келгеннен кейін болса, үйіне келгеннен кейін де тек қана 2 рекат қана қаза қылып оқиды. Қай уақытта қаза болған болса, тура сол уақыттағысын ғана оқиды. Мысалға, сапардағы кісі 2 рекат қылып сол қазаны оқиды, ал үйінде жүргенде қаза болған намазын сапарда оқитын болса, онда 4 рекат қылып қазаны оқиды. Өйткені ол 4 рекаттық намазды қаза қылған еді. Соны тура қалай қаза болды, тура солынысын өтеп береді. Сапардағы кісі намазды қалай оқиды? Сапарға шыққан кісі қандай көлікте болмасын, кетіп бара жатқан бағытына қарай оқиды. Ол ұшақта болсын, пойызда болсын, немесе автобуста, жеңіл көліктерде болсын, егер өз көлігі болмайтын болса ол. Соның ішінде көлік қай бағытқа қарай жүріп бара жатса, сол бағытқа қарап, ниет етіп, тәкбірін алып, тек қана ишарамен оқиды.
Яғни ишара дегеніміз рукухта сәл ғана былай басын иісе, сәждеге барған уақытында одан ішіне көбірек былай еңкейеді, екеуінің арасы айырмашылығы болсын деп. Рукух пен сәжденің арасында айырмашылығын білдіру үшін. Осы ишарамен оқуы оның жеткілікті болып есептеледі. Бірақ Ханафи мазхабымыз бойынша намаздың ең төменгі түрі осы баспен, басты қозғалтып ишара жасауы. Егер оны да жасамайтын болса, мен көзбен оқыдым деген ондай намаз жоқ. Бас қимылдап міндетті түрде рукух пен сәжденің айырмашылығы болу керек. Ал енді сапарға шыққан кейбір кісілердің күмәнға түсіп жатқан және осы мәселені шеше алмай қалып жататын жағдайлар болады. Бұл сапарға шыққаннан кейін толық оқимыз ба, қысқартып оқимыз ба деп сол нәрсені түсіне алмауынан немесе ажырата алмай қалуынан болып есептеледі. Шариғатымызда отан деп үшке бөлген әдейі, намазды қысқарту үшін. Біріншісі ватаны асли дейді, негізгі отан болып есептеледі. Екіншісі ватаны иқамма дейді. Бұл 15 күннен ұзақ тұратын жер. Бір ай тұру мүмкін, 2 ай тұру мүмкін, соны қайтадан қайтатындай болса. Бірақ 15 күннен ұзақ болу шарт. Үшіншісі ватаны сукна дейді, 15 күнге дейін бір жерде тұрып қайтадан қайтып кетуі. Осы үш мәселе қарастырылады. Біріншісі асли отан деген адам туып өскен жері. Ата-анасы баршасы тұрып жатқан өз ауылы. Сол негізгі отан болып есептеледі. Енді бір кісі үйленіп, еншісін алып шығып кеткеннен кейін, немесе басқа қалаға көшіп кететін болса, көшіп келгеннен кейін оның негізгі отаны болып сол жер есептеледі. Бұл кісі жанұясымен басқа қалада тұрып жатқан болса, өзінің ата-анасының үйіне, ауылына барып келген болса, 15 күнге барып қайтатын болса, ол кісі барып қайтқан уақыттың баршасында сапарда болып есептеледі. Өйткені бұның отаны болып, жаңа көшіп келген, жаңадан орныққан қаласы болып есептеледі. Өйткені жанұясы, бала шағасы сол жерде болғандықтан негізгі отан болып сол жер есептеледі. Ауылы барып келген уақытта сапар болып есептеліп қалады. Екіншісі ватаны иқама деген нәрсе бар. Бұл ватаны иқама деген 15 күннен ұзақ тұратын жер. Бір кісі бір жерге сапарға шықты, жұмыс бабымен болсын, кез келген нәрсемен 15 күннен ұзақ тұратындығын білетін болса, барғанша дейін сапарда болып, барғаннан кейін намаздарын толық оқи береді, қайтар кезде жолда тағы да сапар намазын оқып береді. Ол тек қана осылай шешіледі. Ал енді 15 күннің ішінде барып қайтып кететін адам ватаны сукна дейді. Ол кісі сол жерде таң атқаннан кеш батқанға дейін жатқан кісі болатын болса, бірақ 15 күннің ішінде қайтатын болса, намаздарын қысқартып оқиды ол уақытта да. Мінекей осы үш нәрсені адам шатастырып алмау керек бір-бірімен. Және мына өзге мазхабтарда бар болған кейбір ерекшелік бар, рұқсат болып берілген. Екі намазды біріктіру деген нәрсе бар. Бірақ біздің Ханафи мазхабымыз бұны қабыл етпеген. Бұл Ханафи мазхабымыз бойынша дұрыс емес болып есептеледі. Әр намаз өз уақытысында оқылу керек. Тек қана парыздар 2-2 рекағаттан қысқарып отырады. Шам намазы ғана 3 рекағат болып оқылады. Осы нәрсені естен шығармауымыз керек. Субханака Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Құрметті бауырлар, бүгінгі уағызымыздың тақырыбы истихара намазы. Истихара деген сөздің мағынасы Алладан көмек сұрау. Бір нәрсе алдыңызда жақсы көрініп, және оның екінші сыңары болып, екеуінің қайсысы таңдау өзіңіз тоқтала алмай тұрған болсаңыз, соның ішіндегі ең қайсысы сіз үшін қайырлы болады, қайсысы сізге пайдалы болатындығын ажырата алмай тұрған болған кезде, Аллаға жалбарынып намаз оқылады. Осыны истихара намаз деп айтылады. Бұл жайында Алла Субхану Құран кәрімде аузу биллахи минаш шайтанир ражим вастаину бис-сабри вас-сала дейді. Сендер Алладан сабырлықпен намаз арқылы көмек сұраңдар дейді. Демек, осы аяттан қарайтын болсақ, Алла Тағаладан намаз арқылы көмек сұрау осы истихара намаз деп айтылады. Бір нәрсені оның қаншалықты бізге пайдасы немесе қаншалықты зиян екендігін біз ажырата алмаған кезде, балгерлерден немесе палашатын басқа адамдарға жүгінбестен бірден Алла Тағалаға жүгіну керек. Ол истихара намазы арқылы орындалады. Истихара намазы оқылатын сәттерін ғалымдар айтады, мұстахаб болып есептелінеді. Яғни істесеңіз солай сауап, істемесеңіз күнә емес. Абзал деп айтылады.
ұйқыға жатар алдын оқылса, ұйқыға жатар алдын 4 ракат сүннет намаз оқып, екінші бір риуаяттарда 2 ракат оқылады деп ғалымдарымыз осындай сөздер айтады. 2 ракат немесе 4 бас намаз оқып, және екі жаққа сәлем берілгеннен кейін истихара дұғасы айтылады. Ол жерде араб тілінде айту міндет емес, өзіңіздің қазақ тілінде Алладан сұрау керек. Оның мағынасы былай болады: менің алдымда тұрған осы мәселе егер мен үшін жақсы болатын болса, мен үшін қайырлы болатын болса, мен үшін пайдалы келтіретін мәселе болса, Алла маған оған жақындата көр. Егер осы мәселе зиян алып келетін болса, оның арты қайғы қасіретке ұласатын болса, мені одан алыстата көр деген мағынадағы дұға. Осы дұғаны өзіміздің қазақ тілде айтып, Аллаға жалбарынып, сол намаздан кейін дәретін бұзбастан бірден ұйқыға кету. Ғалымдар бұның жауабы мынандай 2 жолмен болады дейді. Біріншісі, Алла субханала ва тағала соның, яғни жаңағы истихара дұғасын оқыған адамның сұраған мәселесін жақын арада оған дұғасын қабыл етіп ол беріледі. Немесе соның қайсысы дұрыс екендігін жүрегін соған мәйлі қылып қояды, яғни жүрегін соған ойын басын қылып қояды. Келесі күндері екеуінің ішінде мынаусы дұрыс қой, мынаусы мен үшін дұрыс емес деп өзі ажырататындай Алла Тағала жүрегін бір жағына бұрып қояды осы истихара намазынан кейін. Ғалымдар айтады, егер осы бірінші намаздан кейін қайсысы ол үшін пайдалы екендігін ажырата алмай, оған ешқандай белгі келмесе, бұл намазды 6 күнге шейін жалғастырған мұстахаб болып есептелінеді. Яғни 6 күн бойы жалғасу керек. Бірінші күні истихара намазын оқи сала ұйқыға кету керек. Келесі күн және солай дәретпен истихара намазын оқып ұйқыға кету керек деген секілді. Біріншісінде жаңа айтқандай, не оның Алла Тағала түсінде оған сол нәрсенің дұрыс екендігін бір белгілерді көрсетеді деді. Соның қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екендігін, немесе ұйқыдан оянған кезде оның жүрегін соған жақындатып қояды. Осы нәрсе дұрыс қой, мына жағы дұрыс емес деген секілді. Сол үшін осы истихара намазын осылай істеу парыз емес, уәжіп емес, бұл сүннет амал. Істесеңіз сауап, істемесеңіз күнә емес. Бұл да Алла Тағала біздерге осы өмір тіршілігінде бір таңдау ерік алдымызға келген кезде Аллаға жалбарынып, осыны Алладан сұрайтын болсақ, Алла Тағала бізді дұрыс жолға, соның дұрыс бағытын көрсетеді, оның арты біз үшін қайырлы болады. Біз Алладан осыны сұрауымыз керек. Себебі Құран кәрімде Алла Тағала сендердің жақсы көріп тұрғандарың сендер үшін жаман болуы мүмкін дейді. Немесе сендердің жек көргендерің сендер үшін жақсы болуы мүмкін. Біз қайсы нәрсенің қайырлы, қай нәрсенің дұрыс емес екендігін білмейміз. Сол себепті истихараның мағынасын жоғарыда айтқанымыздай, бұны Алла Тағалаға тапсыру. Соның ішіндегі қайсысы мен үшін қайырлы екендігін Аллахым маған таңдап бер, өзіме, жүрегіме соны жақын қой деген мағынада. Ва ахиру дағуана альхамдулиллахи раббил аламин. Ва салату ва саламу аля саййидина Мухаммад би рахматика я архамар рахимин.